Қазір қыс уақытында отырмыз, жігіттер. Қыс келді. Қазір бұл қыс өтеді де кетеді. А сіздер білесіздер ме, пайғамбар алейхиссалату вассалам ашитау рабиул муъмин деп айтқан. Қыс ол мұсылманның көктемі дейді. Қыс ол мұсылманның көктемі дейді. Осы жерде ғалымдар айтады, неге пайғамбар алейхиссалату вассалам қысты көктемге теңеп отыр дейді. Өйткені көктем жан-жақ жайқалатын кез, адамзаттың барлығы қуанатын кез. Ал мұсылман не нәрсемен қуанады? Мұсылман ғибадат, құлшылығын көбейткен кезде қуанады. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, ашитау рабиул муъмин дейді. Қыс ол мұсылманның көктемі дейді. Өйткені дейді, қыста дейді. Күндізі ораза үшін қысқа дейді. Түні дейді, тахаджуд намаздары үшін өте ұзақ дейді. Немесе басқа бір хадистерде, басқа бір ғалымдардың сөздерінде аш-шитау ғанимату лил абидин дейді. Қыс дейді, бұл ғибадат, құлшылыққа жан тәнмен берілген адамдардың олжасы дейді. Трофей для тех, кто любит поклоняться дейді. Зимнее время такое дейді. Зимнее время, ночи длинные для тахаджуд намаза, а дни очень короткие, чтобы поститься. А мы сейчас, вот зима пришла, она уже проходит. Декабрь начался, он уже проходит. Мы до сих пор не поставили ночные намазы. Мы до сих пор не постимся в дневное время. Забыли об этом. А пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, аш-шитау рабиул муъмин. Как приходит зима, говорит, сразу мусульмане начинают радоваться, говорит, начинают сразу тахаджуды выставлять, сразу начинают поститься, говорит. Значит, пророк, алейхиссалату вассалам, не про нас говорил тогда, если мы еще тахаджуды не выстраиваем. Тахаджуд что такое? Джухуд называется. Это один раз поспать и бодрствовать всю ночь. Вот это означает. Один раз поспать и бодрствовать всю ночь. Тахаджуд намаздары туралы айтып берейін. Тахаджуд намазы бұл мұсылман адамның жүрегін нұрландыратын намаз. Ол жерде сол намаздарда рукухтар терең, сәжделер терең жасалады. Сол терең рукухтарда, терең сәжделерде Алла тағала өзінің нұрынан нұр береді саған. Ол нұрды сен түнде аласың да, күндіз далаға шыққан кезде ол нұрды адамдардың барлығы көріп қояды. Ол нұр сенің тіліңнен шығады. Сенің мұсылманшылық тіліңнен шыққан сөздерге Алла нұр беріп қояды. Сенің Алла тағала жүзіңе нұр беріп қояды. Сенің ойыңа нұр беріп қояды Алла тағала. Жүрегіңді нұрландырып қояды. Түнгі тахаджуд намаздар мұсылман адамды нұрландырады. А күндізгі оразалар мұсылман адамды Аллаға өте қатты жақындатады.